Саламатсыздар ма? Жамбыл облысы Шу қаласы Төле би атындағы орта мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті пән мұғалімі Қуанышбекова Нағима Нағашбекқызы. 7-ші сыныптың қазақ тілі сабағына қош келдіңіздер. Сабақтың мақсаты әртүрлі жанрдағы мәтіндерді жазу үшін құрылымын ескере отырып, күрделі жоспар құру. Алдымен тақырыпты болжап алайық. Тақырып не туралы деп ойлайсыңдар? Жақсы. Отанға, туған жерге деген сүйіспеншілік екенін біліп отырмыз, иә? Кең байтақ қазақ жері, мақтанышым, мақтанатым да кең байтақ екенін көріп те, қуанып та, ата-бабаларымыздың берген осындай туған жерін сақтап қадірлеу біз үшін парыз, иә балалар? Енді осы сабағымыздың тақырыбы бойынша ішінде сүйіспеншілік деген сөздің көп мағынасын табайық. Жақсы. Келесі отан туған жерге деген сүйіспеншілік бойынша мәтінді мен бір рет оқып берейін. Сіздер осы мәтін бойынша қазір жұмыс жасайтын боласыздар. Айналаға қараңызшы, асқар тау, саумал ауа, көк майса, бәрі өс, өн, өрбі, мейірлен, шаттан дейтіндей ғой. Бірақ бүгінгі бұл араға ұзынша ғажайып сұлулықтың, қызықтауға жомарт табиғаттың мынау шарасынан асып, шалқып төгіп жатқан шарапаты мен рақатын тамашалауға емес, тағзым етіп, тағылым алуға келіп тұрмыз. Біз үшін бұл араның әр тасы киелі, әр бұтасы қасиетті. Қайсыбірі осы бабаларымыздың аруақтарының алдында, солардың ерліктерінің арқасында аман қалып, өсіп-өніп, 10 миллионнан асып отырған бүгінгі ұрпақтың атынан бас иіп, тағзым етеміз. Жарықтықтарым, жандарыңыз жанатта болғай, ел жұртқа тілеп өткен тілектеріңіз жаратқан иенің жақсы құлағына шалынып, қабыл бола берге, дейді Әбіш Кекілбаев. Енді осы мәтін бойынша тапсырма, яғни мәтінді шолып оқу әдісіндегі шолып оқу арқылы 5-5 бір әдісін орындаймыз. Бірінші, мәтіннен 5 сөз тіркесті теріп жазаңыз. 5 сөз тіркестен 5 негізгі тірек сөз жазыңыз. 5 сөзден тақырып болатын бір сөз табыңыз. Жақсы. Келесі тапсырмаға көшейік. Шығармашылық тапсырма, мақал-мәтелдерді қатыстырып, туған жерге тағзым тақырыбында алдымен күрделі жоспар құрып, жоспар бойынша мәтін құрастырыңыздар. Ал енді бүгінгі тақырыпқа тапсырмаға сай орындаған іс-әрекеттерің бойынша критериалды бағалау жасаймыз. Әрқайсысы өз-өзін бағалайды. Жаңа тақырыпты ашуға 1 балл, сурет бойынша сөйлеуге 2 балл, көп мағыналы сөз табу 2 балл, 5-5 бір әдісі бойынша 2 балл, шығармашылық тапсырма бойынша 2 балл, жалпы 10 балмен бағаланасыздар. Бүгінгі сабақтағы әдіс тәсілдер сіздерге ұнады деп ойлаймын. Сол бойынша істеген іс-әрекеттеріңіз арқылы өз-өздеріңізді бағалаңыздар. Сабақ сізге ұнаған болар. Сау болыңыздар.